Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен ешқандай дәрісіз-ақ жөтелден халық емі арқылы қалай тез емделуге болатыны жайында бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы жөтелдің екі түрі болады. Ол құрғақ және ылғалды жөтел. Менің 2 жасқа жақындап қалған баламда құрғақ жөтел пайда болды. Сол кезде осы әдісті, осы сұйықтықты 2 күн қатар берген кезде жөтелі бірден тыйылып, қақырығын түсіруге жақсы көмектесті. Ең біріншіден бізге 1 стакан сүт қажет болады. Мен тек балама бергесін 1 стакан ғана алдым. Егер сіздер 2 балаға немесе қосымша өзіңізге жасайтын болсаңыз 2 стакан немесе одан көп жасауыңызға болады. Содан соң осындай орташа көлемдегі 1 пияз қажет. Кей пияздың ортасында осындай жасыл көктеген жері болады. Мен оны бірден алып тастаймын. Енді ол өз қалауларыңыз. Және пиязымызды осылай тура видеодағыдай ұсақ етіп турап аламыз. Оған дейін біз сүтімізді газға қоямыз. Сүт қайнап бастағанда жаңағы тураған пиязды саламыз. Пиязды салған соң оттың астын баяулатып, шамамен 3-4 минут ішінде бетін жауып қайнатамыз. Жалпы бұл әдіс айтып өткендей қақырық түсіруге және жөтелді тыюға өте жақсы көмектеседі. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер, ешқандай қауіпсіз. Сүт қайнап болғаннан соң бетін жауып 2 сағатқа бөлме температурасына қалдырасыздар. 2 сағат уақыт өткеннен соң осындай беті жабылатын шыны немесе эмальді ыдысқа құйып, сүзгінің көмегімен сүзіп алып, сүтін құйып аламыз да бетін жауып тоңазытқышта сақтаймыз. Осы сүт 1 тәулікке ғана жарамды болып саналады. Күнде жаңадан жасап отырасыздар. Және балаға берер алдында тоңазытқыштан алып шығып жылтып барып бересіздер. Менің балам кішкентай болғандықтан 50 мл-дан ғана бердім. Егер сіздердің балаларыңыз 2 жастан үлкен болса, 100 мл-дан берсеңіздер болады. Берер алдында міндетті түрде жылытуды ұмытпаңыздар. Және балға деген аллергия болмаса, үстіне аздаған бал қосып, жақсылап араластырып, тәтті етіп берсеңіздер болады. Менің балам ұнатып бірден ішіп алды. Күніне 3 мезгіл бересіздер. Егер өздеріңіз ішетін болсаңыздар, толық 1 стаканды ішсеңіздер жақсы көмектеседі. Сіз де осы сұйықтықты жөтел кезінде міндетті түрде жасап тексеріп көріңіздер, өте жақсы көмектеседі. Ауырмаудың жолын іздейік, ауырмаңыздар. Назарларыңызға рахмет.